Армысыздар қыздар, бүгінгі әзірлейтін тағамымыз бал қуырдақ деп аталады. Бал қуырдақ жас қой етінен дайындалады. Бізге керек заттар: балғын қой еті, болгар бұрышы, сарымсақ, пияз, картоп және қызанақ. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді салып жақсылап қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Көкөністерімді турап жатып сіздерге қуырдақтың түрлерімен бөлісіп кетейін. Міне менің қазір жасап жатқан бал қуырдағым, жоңқа қуырдақ, қара қуырдақ, соғым қуырдақ және өкпе қуырдақ. Тағы басқа түрлері өте көп. Айтылған қуырдақтардың жасалу жолын көргілеріңіз келсе, менің каналыма подписка жасап қойыңыздар. Сіздермен бөлісетін боламын. Етіміз жақсылап қуырылып болған соң пиязымызды саламыз және болгар бұрышын, қызанақ, сарымсақ, картоп салып жақсылап араластырып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. 10 минут қуырылғаннан соң тұзымызды жақсылап өзінің дәмімен келтіріп салып, 200 грамм қайнаған су құямыз. Су етімізді жұмсақ әрі тағамымызды дәмді, нан батырып тұрып жейтіндей ас болады. 30 минут бұқтырылған бал қуырдағымыз дайын болды. Каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Өздеріңіз әсемдеп, әрлеп ұсынсаңыздар өте тамаша тағам.